мен де үлкен бақытқа лайықпын деп біреудің азаматына жармаспаңыздар. Менің атым Мөлдір. Егер сіз маған 2 жыл бұрын өміріңізде ең маңызды адам кім деп сұрақ қойғанда, мен өзімнен басқа бәр адамды атар едім. Ештеңе ойламаңыз, мен бақытсыз болған жоқпын. Мен бәрін жасадым, қызмет еттім, қолдау болдым, армандарым орындалсын дедім, тырыстым, кешірдім, шыдадым. Сол өмірдің қарбаласының арасында өзімді, мақсаттарымды, бір кездері армандаған кішкентай Мөлдірді ұмытып кетіппін. Бақытты болғанын қалаймыз. Қазір мен 42 жастамын. Егер дәл осы сұрақты бүгін қойсаңыз, мен айтар едім. Менің өмірімдегі ең маңызды адам өзім. Отбасым өмірімдегі қымбат бөлігі. Бірақ мен ана ретінде балаларымның армандары, мақсаттары, ниеттері маңызды екенін көрсете алсам, мен ана ретінде міндетімді орындап жүрмін. Қазір мен өзімді жақсы көруді үйреніп жүрмін. Күліп, қайтадан жинақталып, өзімді сенімді ететін, әдемілікке тартатын, жақсы косметика алып, өзімнің ең жақсы версияма айналып келемін. Мен өзімді қайтадан қалыптастырып жатырмын. Қыз-келіншектер, құрбыларым, қазақтың арулары, өздеріңізді жақсы көріңіздер. Таңдаңыздар. Жаныңыз қанша уақыт сұраса, өзіңізге сонша уақыт бөліңіздер. Әрбір әйел бақытты болуға лайықты, деп Мөлдір Мұқанова өзінің Instagram парақшасында жазба қалдырды. Құрметті қыз-келіншектер, Мөлдір Мұқанованы қолдаңыздар және өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мөлдір Мұқанова өзінің жақсы жаңалығымен бөлісті. Сенбей тұрмын, айтатын кез келді деп Instagram парақшасында жазба қалдырды. Қайрат Нұртаспен дуэт жазуға дайындалып жатырмын. Әлі де өзім де сенбей тұрмын. Өмірде талай рөлде болдым. Ана, жар, кәсіпкер, келін. Енді өнеріммен қайта бөлісетін шақ туды. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қайрат Нұртас пен Мөлдір Мұқанованың дуэті қандай болады деп ойлайсыздар? Қандай жанрда естігілеріңіз келеді? Өмір жайлы, әлде махаббат жайлы? Күтіңіздер, жақсы ән болады деп сенеміз, деп ол өзінің Instagram парақшасында жазба қалдырды. Сұхбаттан кейін балаларға хабарласты. Балалармен сөйлесті, әдемі басқа елде оқып жатыр, сөйтіп қызына әдемі саған рахмет деп айтқан екен. Папа, сен жүрек елжіреп, дауыс дірілдеп тұрған екен. Әдемі, папа, не үшін рахмет айтып жатсыз? Сіз менің папа әкемсіз ғой, папамсыз ғой. Мен де сізді сағындым, сізге рахмет хабарласқаныңызға деп жауап берді. Басында енді жүрегі өте кең адам ғой негізі. Уақытша қателік. Енді дәл сол уақытта енді өзің айттың ғой, телефондары блокқа кеткен деп. Ол сәтте мен өзінің қасында болмағаннан кейін Тұрсынбек өзі блоктады ма, әлде қасындағы адамдар блоктады ма, біз білмейміз ғой. Сондықтан айтып жатырмын ғой, мен тек факт айтам. Қанша уақыт біз хабарласпай қалғандықтан жазбаларымызға жауап барған жоқ. Бірақ галочка дейді ғой, сондай ғана барып тұрды. Телефон звонок қоңырауымыз бармады, байланысқа шыға алмай қалдық, қиналып кеттік, сағындық, жыладық. Әсіресе Айару мен Нұриман дедім, ұл бала мектепте балалармен төбелесіп қалып, сондай сәттер болды. Енді оның бар қайбірін айта бересің. Сол сәтте эмоцияға беріліп айтып қойдым енді осыны. Киелерін кигізіп жібердік, мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқан біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекскіге кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оны жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол нанды бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы сол сөз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтеріп дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап отқан отбасылығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беремін деп осы айтқан. Сөз құдіреті деген дүниеге тағы да таңғалып отырмын достар. Кімге ниетлейсіз, қандай ниетте айтасыз, сол өз басыңызға оралады екен. Мына
шығарып жатқан кино бүкіл ел болып талқылап жатыр. Жақсы айтып жатқандардың саны көп. Бір-екі негатив айтқан адамдардың сөзді ертіп жатқандар да бар. Ол киноны көрсе де көрмесе де, иә. Сондықтан да айтылып жатқан әннің өзі бірден хит болып кетіп жатыр. Әндердің өзі. Ол да тұнып тұрған бақ. Мінекей, бұл кинода айтып жатқан әндерім де, жасап жатқан әрекеттерінің барлығы бақ болып басына қонып жатыр. Баққа ешкім таласа алмайды. Жоғарыдан келген бақ ол. Сондықтан сол келген бағымды көре алмай жатқан жандар ғой сөйлеп жатқан. Аллаға сан шүкір деймін. Баршаңызға рахмет. Жаңағы әнді тағы тыңдап өтіңіздерші. Өте әдемі айтылған сөздер, әдемі тілектер. Бәріне тілекшімін, бәрі жақсы болсын. Очкиларын кигізіп мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекскийге кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оны жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол тамағында бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы соссыз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтеріп дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап жатқан опасыздығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беріңдер осы айтқан. Төз құдіреті деген дүниеге тағы да таңғалып отырмын достар. Кімге ниетлейсіз, қандай ниетте айтасыз, сол өз басыңызға оралады екен. Мына шығарып жатқан кино бүкіл ел болып талқылап жатыр. Жақсы айтып жатқандардың саны көп. Бір-екі негатив айтқан адамдардың сөзді ертіп жатқандар да бар. Ол киноны көрсе де көрмесе де, иә. Сондықтан да айтылып жатқан әннің өзі бірден хит болып кетіп жатыр. Әндердің өзі. Ол да тұнып тұрған бақ. Мінекей, бұл кинода айтып жатқан әндерім де, жасап жатқан әрекеттерінің барлығы бақ болып басына қонып жатыр. Баққа ешкім таласа алмайды. Жоғарыдан келген бақ ол. Сондықтан сол келген бағымды көре алмай жатқан жандар ғой сөйлеп жатқан. Аллаға сан шүкір деймін. Баршаңызға рахмет. Жаңағы әнді тағы тыңдап өтіңіздерші. Өте әдемі айтылған сөздер, әдемі тілектер. Бәріне тілекшімін, бәрі жақсы болсын. Очкиларын кигізіп мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекскийге кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оны жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол тамағында бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы соссыз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтеріп дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап жатқан опасыздығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беріңдер осы айтқан. Очкиларын кигізіп мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекскийге кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оны жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол тамағында бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы соссыз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтеріп дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап жатқан опасыздығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беріңдер осы айтқан.